Шерхан Мұртаза, кәрі солдат. 80 жаста қатарың сирей бастайды. Қапалы болса да қатал шындық сондай. Ал Құлан оты ауылында соңғы кезеңде 80-нің табалдырығынан аттаған жалғыз сырым болды. Қалың бидайдың ішіндегі жалғыз арпа. Бұл жасқа жеткенше сырым өзінің саяқтығын сезе бермеуші еді. Өйткені алтында ағылары бар еді. Ал 60 пен 70-тің арасында өзіңнен 5-10 жас кішілерден үлкендігің аса шодырайып тұрмайтын. Енді сырым алдындағы ағылардан жұрдай болды да, артына бұрылып қарап еді, әлдекім ат басындай алтын беретіндей алға тым асығыс кетіп қалды. Өзгелерден оқшау озып кеткеніне ыңғайсызданғандай хал кешетін болды. Анау-мынау десе де 80-нің аты 80. 40-қа жетпей қыржиып, қартаятындарды да көріп жүрміз. 4 жыл қиян-кескі соғыстың ішінде жүрсең, соғыс біте бергенде құмалақтай оқтай емес, қол тоқпақтай снаряд оқ қолыңды шолтитып жұлып кетсе, ол аз болғандай сол жамбасыңда осколкы қалса, оның үстіне өмір бойы колхоздың бригадирі қарауылы болсаң, 80 деген әрине аз жас емес. Әйтеуір әбүйір екен, бұл уақытқа дейін сырым ешкімге масыл болған жоқ. Рас, қол тоқпақтай снаряд оң қолын жұлқа тартып өткенде есінен танып қалып, санитарлар зембілге салып көтергені бар. Басқа кезде жан баласына салмағы түсіп көрмеген. Енді келіп, әлгі шоңмұрын бригадир мұны масыл қақпас деп кетті. Бұл сөз оң қолын жұлған қолтоқпақтай снарядтан да ауыр болды. Снаряд қолын жұлса, әлгі сөз жүрегін жұлып жібергендей еді. Үйдің іргесіне тізерлеп, қисая кеткен қалпы тырып етпестен көп отырды. Өзім асыраған текешік, көзін ежірейтіп өзімді сүзіп кетті, деді ол күйзеле бір күрсеніп. Қой, мұны бүйтіп едіріңдетіп қоймай, бастыққа барып айтайын, деп сыңар қолымен жер таянып тұра бермекші еді. Жалғыз қол оның шүйкедей кәрі сүйегін көтеруге жарамай қалғандай бүгіліп кетті. Қанаты қайрылған кәрі қырандай жамбастап жатып, сәбіздікке ұрлана кірген қара қоян мен ақ қоянды көрші. Көрші үйдегі Нәметтің баласы қоян асырайды. Кенет есіне Нәмет түсті. Сен тірі болсаң, мен бүйтіп жатпас едім ау, деді. Жоңышқаның екінші орамы гүлдеген кез. Қаңылтыр төбелі тарбиған үлкен үйдің іргесінен басталған жасыл желең зүміреттей жайнап, әрідегі зифа теректерге жеткенше толқынданып жатыр. Жүгері собық тартып, шашағы сылаңдап қалған кез. Ұздататын қыздай сызылып тұр. Үкілері бір келкі, сахнадағы артистердің үкісіндей. Жүгерінің етегін ала, сірекең бір жүйек асқабақ егіп еді, ол да жапырақ жайып, желі тартып, түйін тастап қалыпты. Алтын тәж киген күнбағыстар менменсіп кекжиіңкіреп тұр. Немерелері отырғызған Намазгүл қазір күн көзінен ұялып, қауашағын ашпайды. Намазгүл күн еңкейе жайнаңдап шыға келеді. Алау бет алма құр қызарғаны болмаса, әлі пісуге жете қоймаған. Сұғанақ ала торғайларды сірекең сол алмаға жолатпай-ақ жүруші еді. Қазір қарттың дәл жүректен жараланғанын пайдаланып қалғысы келгендей, жеміске жаудай тиіп, істік сары тұмсықтарын сала бастады. Ала торғайлар сау өтіп жетіп келгенде, ақ қоян мен қара қоян өз үйіне қаша жөнелді. Қояндардың жымы шынжырлы көктөбеттің жанынан өтер еді. Аузы кебістей көктөбет зытып бара жатқан қояндарды бас салайын деп құлақтарын тікірейтті де, жалқаулығы ұстап көзін марғау жұмып жата кетті. Сырымның осколкалы жамбасы сыздады. Күн бұзылатын шығар деп аспанға қарап еді, теңбіл көк екен. Шарбы бұлт аспан көгіне бастырған гүлқайыр жапырағындай өрнек салыпты. Жамбасы сыздаған сайын әлгі музей есіне түседі.
Алматыда қызмет істейтін жиені ана бір жылы Астананы аралатқан. Алтын адамды көрсетейін деп музейге алып барған. Сірекеңді алтын адам аса таңғалдырмады. Оны таңдандырған жай ғана жамбас сүйек еді. Жамбас сүйекке садақтың сұқ саусақтай оғы бойлап кіріп кеткен екен. Ағаш жебе әлде қашан шіріген шығар, ал темір ұшы қалып қойған. Жамбас сүйек сарытап болып сарғайған. Темір оқ туасы бірге жарылғандай сүйекке нық қадалған. Бұдан бірнеше мың жыл бұрынғы жауынгердің жамбасы деп түсіндірді жиені. Бәрекелде, деді Сірекең таңдайын тақылдатып. Мен өлген соң менің жамбасым да 1000 жыл бойы ескі жауым осколкамен бір жатар екенді. Сырым сыздаған жамбасына салмақ салмайын деп басқа жамбасына қарай жантайды. Музейдегі сүйек көз алдынан көлбеңдеп кетпей қойды. Мен ақирет сапарына бет алған соң 1000 жылдан кейінгілер осколкалы жамбасымды тауып алып музейге қояр. Демек, мен адамзатқа енді 1000 жылдан кейін де керекпін. Ал әлігі шоң мұрын шірік не деп кетті сонда? Ұмытпаса, осыдан 5 жыл бұрын Қызыл Арай колхозының Құлан оты бөлімшесінің жалпы жиналысын председателі Нақыпханның өзі келіп ашты. Құлан отыға бригадир Құтаймағалы қашан. Бір жылда екеуі ауысып отырған кездерде болды. Жігіттер ел басқаруға, шаруашылықты ұйымдастыруға олақ соға берді. Пысық дегендері араққа құмарлау шықты, ал арақ жүрген жерде әзәзіл қоса жүреді. Колхоздың председателі Нақыпхан айтты: «Ал ағайын, Құлан оты құлдырап кетті. Сендерге бола бүкіл Қызыл Арай зардап шегіп, аудан бойынша алға шыға алмай отыр. Құлан оты болмаса, біз ауданның алдын бермес едік», деді. Бұл сөз құлан отылықтарға мірдің оғындай қатты тиді. Амал жоқ, енді басқа бөлімшеден, айталық жабағылыдан яки арқалыдан шақыртуға тура келеді. Өз жігіттерің жарамады, оған көздерің жетті. Енді өкпе жүрмейді, деді председатель. Сонда осы Сырым ақсақал шыдай алмай, артқы қатардан жалғыз қолын көтеріп: «Нақыпхан шырағым, мұрсат болса бір ауыз сөзім бар», деп еді. Тарлан колхозшының өтінішін елемеуге шара жоқ. Председатель: «Айтыңыз, Сіреке», деген. Сырым қарт қолсыз иығын бір қозғап алып, артқы қатардан алға шығып, әуелі өзіне қадалған көздерді түгендеп, біраз үнсіз қалған. «Қиналып тұрмын», деген. Енді халық алдына шығып, сөз сөйлеу менің шаруам емес еді. Мен пенсиядағы адаммын. Өте пысық болмай-ақ, үйде жан тайып жатқан жарасады маған. Кезінде белсенді де болдық. 29 жылы осы Құлан отын өз қолыммен құрысып едім. Онда қолым екеу еді. Сірекең қоңылтақ жеңіне бір қарап қойды. Отырған жұрттың назары да, председатель Нақыпханның көзі де көне тоздау боз костюмнің кеуек жеңіне түсті. Құлан оты онда өз алдына колхоз еді. Енді ғой Қызыл Арайдың бір бөлімшесі болып қалды. Мен бригадир болдым. Құдайға шүкір, шаруамыз жаман емес еді. Құрал сайманымыз өгіз жеккен соқа, бел орақ, ағаш тырма, кетпен күрек болса да, сол заманның мөлшерінде ударник Құлан оты ақтандық. Ал енді Сырым жерге қарап бір күрсініп алды. Енді бәрі түс көргендей. Осы ауылда өгіз бар ма қазір? Көзі іріңдеген көк өгіз әлде қашан құрыған. Тракторды жұрт қазір ат орнына мініп жүр. Үй бас сайын легковой мотоцикл. Не жетпейді? Түсінбеймін. Қалайша артта қалуға болады? Түсінбеймін. Әлде мен қартайдым, әлде Құлан оты тоқтықтан құтырып керенау тартты. Ал шырағым Нақыпхан, бригадирді қалыстан әкелемін дедің. Жақсы адамның бізге жаттығы жоқ, бірақ намыс қайда? Құлан оты өзін-өзі басқара алмай, бригадирді сырттан алдырыпты деген өлім емес пе? Ақсақал, жігіттеріңе билікті армансыз-ақ бердік. Әлжаның басқара алмады, Наржаның басқара алмады. Қалжаның енді не қыл дейсіз?
деп председатель екі қолын екі жаққа жайып жіберді. Жөн, аққан. Ал бірақ ел емеспіз бе? Жібі түзу біреуі табылар. Менің көкейімде жүрген бір бала бар. Бір опалы сол болар. Осы бөлімшенің маңдай алды механизаторы Төкенді ұсынамын бригадирлікке. Ал Төкен іске аспай қалса, қалыстан әкелетін адамыңды әкеле бер, қарағым. Біз риза. Сырым қарт сау қолымен кеуек жеңді умаждап тұрып, тершеген маңдайын сүртіп, өз орнына барып отырды. Әне, сөйткен Төкен жап жаңа мотоцикліне зікір салдырып, Сырым қарттың үйін үш айналып шықты. Басып кетеді екен деп, Сырымның немерелері тым тырақай қашып, тал-талдың арасына кіріп кетті. Тауықтар қақылықтап, шынжарда ит жанталаса абалап, жау шапқандай оу-шу үдеді. Есіктің көзінде былқ етпей отырып қалған жалғыз Сырым еді. 4 жыл қырғын соғыста немістің танкісі таптай алмаған тәнімді, ең сол Төкеннің мотоциклі таптыса, таптабақ кетсін деп міз бақпады. Бәленің басы Алпысбай болатын. Колхоздың магазинін 20 жылдан бері ұстайтын сол Алпысбай жақында ескі Жигулиін сатып жіберіп, Волга алып еді. Енді сол Волганы қайқаңдатып қаладағы құдаларына барып қайтпақ. Машинаны ауыл арасында өзі жүргізгенмен қалаға түсуге қорқады. Содан көрші Сырым қарттың механизатор баласы Нұркенге қолқа салады. Оу, Алеке, мен жұмыстағы адам. Колхоздың шөбін қайда қоям, дейді Нұркен. Бір күнге шөпті жау алмас. Бүгін шығып кетсек, кешке құданың тойына қатысып, түнделетіп қайтып ораламыз, деп базыналық айтады Алпысбай көрші. Мен жұмыстағы адам, дейді көп сөйлеуді ұнатпайтын Нұркен, Беларусын оталдырмақ бол. Сәл тұра тұр. Әне, бригадирдің өзі де келе жатыр. Содан рұқсат алып берейін деп, Алпысбай алас-құлас далбаңдай жүгіріп, мотоцикл мінген Төкеннің алдын кес-кестей қол көтереді. Сәл әңгімеден соң екеуі магазинге кіріп кетеді. Әлден уақыттан соң Төкен магазиннен тесеріңкіреп шығады. Тракторын оталдырып, шабындыққа енді жүрейін деп тұрған Нұркенге пәрмен айтады. Общым, былай, сен бүгін Алпысбайдың қарамағында боласың. Сенің орныңа шөпке балаң Нұрлан шығады. Нұрланды военкомат шақыртқан. Әскер жасына толды ғой. Бүгін сонда кетеді, дейді Нұркен. Общым, военкомат тұра тұрады, ертең барады. Көп сөздің керегі жоқ. Төкен бұлжытпас бұйрық айтады. Бір жағынан Алпысбай қыңқылдап, бір жағынан бригадир бұйырып тұрған соң, Нұркен баласы Нұрланды шақырып алып, мән жайды түсіндіреді де, өзі жасыл Волгаға Алпысбайды бәйбішесімен қоса салып алып, қалаға тартып отырады. Жаңа ғана военкоматқа бармақшы болып кеткен немересінің үйге қайта кіріп, киім ауыстырып жатқанын көрген Сырым, бұл қалай, дейді. Осылай да осылай деп түсіндіреді немересі. Жоқ, балам, сен военкоматтан қалма. Әскердің аты әскер, дейді атасы. Нұрлан ар ойланып, бер ойланып, бұл да жөн екен дейді де ауданға жөнейді. Беларусь Сырым үйінің алдында қаңтарулы қала береді. Мұны ту көшенің басынан көз шалған Төкен мотоциклін зіркілдетіп, жолдың шаңын бұрқылдатып жетіп келеді. Жалғыз қолдап, қайыс жүгеннің үзік жерін таспымен тігіп отырған Сірекеңе мотоциклдің үстінде тұрып айқай салады. Нұрлан немерен қайда? Мына неменің аузына сәлем сөз түспей қалды деп қиналған қарт жай ғана. Нұрлан военкоматқа кетті, дейді. Ал мына трактормен шөпке баруға тиіседі ғой. Трактордың өз иесі бар, ал военкомат шақырғанда бармау қылмыс. Балаға сен шөпке бар дейсің бе, мен военкоматқа бар дедім. Общым, сен шал қаскөйсің. Төкеннің атына сөз келсін дейсің. Әй, ақымақ, сені бригадирлікке ұсынған мен едім ғой деп айтайын деп еді, айтпады. Дегенмен, арада 5 жыл өтіп кеткен екен, 5 жыл ішінде Құлан-Оты колхоз бойынша шығандап алға шықты. Төкеннің суреті аудандық газетке қайда-қайда басылып, жиналыстарда жиымақ талатын болды. Төкеннің басынан бу бұрқырады. 3 аяқ көк қасқа мотоцикл Алпысбай магазиннің алдында жиірек қаңтарлатын шығар. Общым, сен қақпасты да Құдай алмайды екен.
Баяғыда бригадир болып едім, енді менің балам болмай, төкен болды деп істеген қысастың ғой бұл. Әй, төкен, деді қарт иегі дірілдеп. Менің жасым 80-нен асты. Қатарымнан ешкім қалған жоқ. Қақпас екенім рас, көрімнің аузы ашық, ал бірақ ажал жетпесе, өзім барып тірідей жатпаймын ғой. Не істейін Құдай мен алмаса, деп айқайлап жіберді. Төкен сырымның сұрапыл сауалына сөзбен жауап бере алмай, общым, деп шаңды бұрқыратып, тауықтарды шырқыратып, үйді үш айналып шықты да көшеге түсіп құйындатып кете барды. Әлгі итке айтатын сөзім айтылмай қалды деп қарт қапа болды. Қатарынан ешкім қалмады дегенді айттым. Олардың кім екенін, неге қалмағанын айта алмадым. Қайран менің қатарларым. Оларда енді 80-ге келер еді. Қырқында қыршыннан қиылған есіл ерлер. Егер Сайлаумен Найым, Сұлтан мен Нұралы, Оразгелді мен Өскен, Орха мен Ноха, Жиренбай мен Поштағұл тірі болса, соғыста мерт кетпесе, мен өстіп адасқан кәрі қаздай қаңғылдап, жалғыз қалар едім. Өзімен бірге соғыстан тірі қайтқан Нәмет пен Сәмбетке топырақ туған жерден бұйырды. Тым құрыса, солар тірі тұрғанда менің мына сөзімді сөйлер еді ғой. Мына төкенге мені талаттырмас еді ғой. Әлгі төкеннің орнына мені Сәмбет яки Нәмет зәбірлеп кетсе, мен мұнша қорланбас едім ау. Қайран менің қанаттарым, есіл менің мияттарым. Қанатынан қайрылған, қатарынан айырылған мен кәрінің жыртық көңілін жамайтын жан қалған жоқ. Сырым таспаны сулап, жүгенің жыртық жеріне біз соға бергенде, «Сәлеметсіз бе, ата?» деген бала даусы саңқ ете қалды. Басын көтеріп еді, алау галстук байлаған екі бүлдіршін қолдарын көтеріп, пионерлік салют беріп тұр екен. «Ата, бізді сізге Ақсай пионер лагерінің дружинасы жіберді. Сізді лагердегі пионерлермен кездесуге шақыра келдік». Сырым қарт кенет жамбас сүйегінің сырқырамасы сап тыйыла қалғандай таң болды. Бұл ескі жауым осколкамен жалғыстырағанда ғана есіреді екен, деп жаңалық ашты. Музейден көрген жамбас сүйек есіне түсті. Ол 1000 жылдан бері жалғыз ау, бірақ сыңар қолымен жер тіреп орнынан тұра берді. Қоңылтақ жені қанатқа айналғандай желп етті де, сырым жерден жеңіл көтерілді.